Мен номер 6 мектептің 11 сынып оқушысы Айбекова Айолым. Бүгін мен өзімнің ауданымның атын танытқан белгілі үлгілі отбасының мүшесі Сымбат Талғат қызымен сұхбат жүргізетін боламын. Және де ол кісінің ұлттық құндылықтар туралы айтатын ой пікірмен бірге танысатын боламыз. Ендеше назардан алыстамаңыздар. Сізге Сымбат Талғат қызы, қалыңыз қалай? Қайырлы күн, бәрі жақсы, ойдағыдай рахмет. Өте тамаша, рахмет. Сіздерден жақсылығын айтемекші, өзіміздің ауданымыздың бетке ұстар тұлғасы болғандықтан және де үздік отбасының мүшесі болғандықтан өзіңізден сұхбат алсам. Жақсы, келісемін. Рахмет. Менің ойымша, менің білуімше, сіздер Абай облысында 2023 жылдың қорытындысы бойынша жас отбасы номинациясын алған екенсіздер. Осы номинацияны алу барысында сіз өзіңіздің балаларыңыз бойына ұлттық құндылық деген түсінікті қалай дәріптедіңіз? Рахмет. Біз 2023 жылдың қорытындысы бойынша, жалпы Абай облысы бойынша жылдың үздік жас отбасы атағын жеңіп алдық. Біз көп балалы отбасымыз, отбасымызда 4 бала тәрбиелеп отырмыз, 3 ұл, 1 қызымыз бар. Жалпы балалардың тәрбиесі ол қазіргі уақытта ең үлкен ауқымды мәселелердің бірі. Себебі қазіргі уақытта әлеуметтік желілердің әртүрлі IT технологияның дамыған кезі балалардың барлығы бос уақыттарын осы әлеуметтік желілерде, интернетте отырады. Сол үшін де тәрбие, әсіресе ұлттық құндылықтың алатын орны ерекше. Біз әрдайым балаларға, мысалы, ұялы телефон ұстағанның өзінде де әрдайым сол ұялы телефоннан болсын, теледидардан болсын, қазақы ертегілерді көріңдер деп айтып отырамыз. Бос уақыттарында біздің бұрынғы эпостық батыр жырларын оқып, ертегі оқып беріп, балаларды сол ұлттық тәрбиеге, ұлттық нелерге, құндылықтарға тәрбиелейміз. Және де негізгі тәрбие ол баланың ата-әжесінен, апасынан дариды. Сол үшін де демалыс уақытында балаларды каникулда, жазғы демалыстарда ата-апаларына демалысқа жіберіп, солардан әртүрлі біздің ұлттық салт дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарымызды білу үшін ата-апасына демалысқа жіберіп, ақыл-кеңестерін алып келуге жібереміз. Өте тамаша, рахмет. Демек сіздің ойыңыз бойынша әрбір адам, әрбір бала жақсы тұлға болып қалыптасу үшін оның өмірінде ұлттық құндылықтар бірінші орында тұру керек. Әрине, кез келген адамның, кез келген баланың өмірінде ұлттық құндылықтар бірінші орында болу керек. Себебі ұлттық құндылық, өзінің ұлттық тілін, ұлттық тарихын, ұлттық ділін білген бала ол болашақта елін сүйетін, жерін сүйетін, отанына адал қызмет атқаратын жақсы бір азамат болады. Сол үшін де балалар кішкентай кезінен өзінің еліне жақсы бір қызмет қылатын азамат болу үшін кішкентай кезінен өзінің ұлтын сүюге тәрбиелеу керек. Өте тамаша, рахмет. Ал ендігі кезекте өздеріңізден кейін келе жатқан жас ұрпаққа, жас отбасының өмірінде қандай қағидалар ұстану керек, сол туралы жауап берсеңіз? Қазіргі уақытта менің отбасыларға берер кеңесім, балалар бақытты болу үшін ең алдымен балалар толыққанды атасымен, әке-шешесімен бірге толыққанды махаббатқа толы отбасында өмір сүру керек. Балалардың болашағы үшін ата-аналар барлығын жасайтыны өтірік емес. Сол үшін де балаларға тек білімді ғана бермей, олардың бос уақытын тиімді өткізіп, оларды спортқа баулып, қосымша үйірмелерге беру керек. Және де өздерінің болашақта жақсы бір азамат болуына себепші болатындай, өздерінің ойын айта алатындай балаларды отбасы өмірден басқа да қоғамдық өмірге де бейімдеу керек. Әртүрлі шараларға қатыстырамыз біз балаларымызды. Кез келген шараға қатысса, мысалы, соларға қолдау білдіріп, олардың артында тірегі отбасы бар екен білдіріп отырамыз. Сол үшін балаларға кішкентай кезінен ата-аналар қамқор болып, қолдау білдіріп отырса, балалар болашақта жақсы бір азамат болатынына кәміл сенімдімін. Өте керемет, рахмет. Сіздің осындай кеңестеріңіздің арқасында біздің ауданымыз ғана емес, бүкіл мемлекетімізде өзіңіздей жақсы тұлғалармен қатар үлгілі өнегелі отбасылардың саны артатынына мен кәміл сенемін. Уақытыңызды бөлгеніңіз үшін рахмет. Сізге алдағы уақытта тек сәттілік тілеймін. Жақсы, рахмет, өздеріңе рахмет. Мінекей, өздеріңіз тамашалағандай, бүгін мен өзіміздің ауданымызға еңбегі сіңген өте үлгілі өнегелі отбасының мүшесі Сымбат Талғат қызымен сұхбаттасып қайттым. Ол кісілердің арқасында біз ұлттық құндылықтың адам өміріндегі маңызын ғана емес, жалпы балаларды қалай тәрбиелеу керек екенін, жақсы тұлғалар мен адамдарды қалай тәрбиелеп, олардың бойына қандай қасиеттерді дарытуымыз керек екенін бірге анықтадық. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, алғысым шексіз.